Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, каналымызға қош келдіңіз. Қазақстандықтар үшін жақсы жаңалық. Видеоролик турсына толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. 1% кредит беріледі. Әкімдік мұндай несиені кімдерге ала алатынын хабарлады. Маңғыстау облысында жаңадан бизнес ашқан адамдар 1% жеңілдікпенен несие ала алады деп хабарлайды облыс әкімдігі. Биыл аймақта шағын және орта бизнесті дамыту мақсатындағы Маңғыстау бизнес бағдарламасы іске қосылып жоспарланып отыр. Соның аясында өз ісін жаңадан бастаған жеке кәсіпкерлік жылдына 1% кредит беріледі. Облыс басшысы Нұрлан Ноғаевтың айтуынша туризм саласында қою керек. Себебі өңірлік туристік тармағының артуы облыстың әкімдік және экономикалық дамуының бағыттарының бірі. 1% кредит шарттары. Кредит көлемі 50 миллион теңгеге дейін, мерзімі 5 жыл. Бағдарлама аясында 50 жаңа жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Соның нәтижесінде 100-ден астам жұмыс орны ашылады. Кредит алатын адамдарға жасқа байланысты шектеулер қойылмайды. Өңіріміздің әр ауылында қолөнермен айналысатын киіз өңдеу, ұлттық стильдегі қолөнер бұйымдарын жасайтын қазақтар бар екенін бірнеше рет назар аудардым. Неге осындай ерекше дүниелерімізді жергілікті туризм саласына жаңа деңгейге шығармасқа, деді Ноғаев. Айта кетері, жыл басынан бері облыста шетелден немесе еліміздің басқа өңірлерінен 310 мыңнан астам турист келіп кеткен. Бұл өңірдегі өткен жылмен салыстырған кезеңмен салыстырғанда 6%-ға артық. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.